Asil Style Breakfast kanalına қош келдіңіздер. Осы апта сіздердің назарларыңызға өте жеңіл, дәмді әрі қытырлап пісетін пиццаны ұсынамын. Ұнымызға шекер, ашытқы, тұзымызды қосып, ортасынан кішігірім үңгіршік жасап, дайындап қойған суымызды қосып, араластырамыз. Араластыру барысындағы ең басты мәселе өте мұқият болу және видеода көрсетілгендей араластыру керек. Яғни қамырыңызды араластырғанда, қамырдың шетінен кішігірім бір бөлшек алып, ортасына қарай қосасыз. Қайтадан кішігірім бөлігін алып, ортасына қосасыз. Қамырды осы шекілде араластыру барысында 2-3 минуттан кейін қамырыңыз өте өзгере шыға келеді. Алғашқыдағы кейдір пудырлы қамырыңыз уақыт өте келе өте иілімді және жағымды қамырға өзгеріп кетеді. Бұл жердегі, яғни қамырды араластырудағы ең басты мәселе суымыз құрғақ ингредиенттермен жақсылап араласу керек. Ең соңында осылай ортасынан қамырыңызды кесіп, бір тест жасап алсаңыз болады. Бір құрғақ жер қалмау керек. Келесіде қамырымызды алып, ыдысымызды босатып, сұйықтық майымызды құйып, жан-жағына жағып, қамырымызды қайтадан ыдысымызға салып, екі жағынан майлап, бетіне пленкасын жауып, 12 сағаттан 16 сағатқа дейін көтерілуге қоямыз. Яғни, сіздің бөлмеңіздің жылулығына қарай қамырыңыз 12 сағатта немесе 14-15 сағаттың ішінде керек дәрежеге жетуі мүмкін. Ал көтерілген қамырдың және жұмыс істеуге дайын болған қамырдың консистенциясын жаңағына видеодан көрдіңіз. Сондай консистенцияға жеткен кезде қамырыңызды қолмен алып, жұмыс істейтін жеріңізге кішкене ұн сеуіп, қамырыңызды 4-ке бөлесіз. 4-ке бөлген бөлшектеріңізді қопты шарға айналдырасыздар. Және әрбір шарды тоңазытқышта 3 күнге дейін сақтауға болады. Және керек кезіңізде өзіңіздің апта іші болсын, пицца жегіңіз келген кезде, немесе тамақ дайындауға уақытыңыз жетпеген кезде, тоңазытқыштан ала қойып, пиццаңызды дайындауға дайын боласыз. Дайын қамырды тоңазытқышта сақтайтын болсаңыз, видеода көрсетілгендей пленкаға орап жақсылап, содан кейін барып тоңазытқышқа қоясыз. Ал сол уақытта пицца дайындайтын болсаңыз, дайын қамырымызды қолымызбен шеңбер формасын беріп, яғни пицца формасын беріп ашамыз. Қамырымыз өте нәзік және ауаға толы болып келеді. Сол себептен қолыңызбен ашқаныңыз абзал. Пицца формасын берген қамырыңыздың ортасына паста, яғни томат пастасын жақсаңыз болады, немесе кетчуп жағасыз, шеттеріне жеткізбе, және дайындалған ірімшігіңізді, ең жақсы әрине моцарелла ірімшігі болады, себесіз. Немесе екінші видеода көрсетілгенде моцарелланы кесіп орналастырсаңыз болады. Пиццаны 220 немесе 230, яғни жоғарғы дәрежеге дейін ысытылған пеште 10-15 минутта қамырыңыздың қалыңдығына қарай пісіресіз. Мен дайын болған моцарелла пиццасының үстіне алдын ала пісірген қызыл балығымды орналастырып, руккола шөбімен сервис жасадым. Назарларыңызға рахмет. Әр сенбі жаңа рецепті өткізіп алмау үшін каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Көріскенше күн жақсы болғай.